Мінеке рахмет, құрметті қонақтар. Біреу айтқан екен, өзімнің үйімдегі келіндерімнің проблемасы аз еді, но кәленейдің келіндері де бәле болды болғасын. Келіп қалған екендер. Сөйтсем, өзімнің ең жақсы көретіндерім келген екен ғой, мен жақсы көретіндеріммен ана ұрлық ұстаған бала өзі жыбырлап тұрады дейді ғой, айтқан жоқпын деп әзілдеп жатырмын. Өйткені әзілімді көтерер ағам барда, ойнаған кезде өзімен бірге әзілдесіп кетер жеңгем барда, неге қуанбасқа? Білемсіздерді, бауырларыңыздың тойларына келіп, дәл осындай үлкен қуанышты күні ақ тілектеріңізді арнап жатқандарыңызға. Негізінде бірінші осы шаңырақтың үлкендері деген кезде мен сіздерді күткен болатын өштерде. Бірақ жөн көрсетіп, жол сыйлап, құдаларға жол беріп, нағашыларға жол беріп, өздеріңіз соңынан шығып, бүгінгі ақ тілекке арнап жатқан сіздерге Алланың нұры жаусын. Бұның өзі тәрбиелі жердің баласы екендіктеріңізді көрсетеді. Ал, ассалаумағалейкум, үлкеніміз сөз алайық, қош келдіңіздер. Алаға. Сымбат, Айгүл. Бақытты болыңдар. Сымбатым, Айгүлім, аттарыңыз, заттарың сайсындар. Құрған отауларың биік болсын, шаңырақтарың шаттыққа толсын. Қосақ құдайым біргішіп бірге қоныңдар, қол ұстасып өтетін өткел жолың бар, өмірдің жолы қиында қызық күндердің қызығын көріп мәңгі бақытты болыңдар деген береді. Рахмет. Бақытты болыңдар, дендерің сау болсын, шаңырақтарың биік болсын. Сымбат Айгүл, бүгін көтеріп отырған шаңырақтарың биік болсын, босағаларың берік болсын, екі жақтың ата-аналарында бірге тең көріңдер. Әрқашанда алыстан жақындарын қыдырып келген кезде ат байлайтын үлкен ұлағатты семья болыңдар. Тәрбиелі отбасы болыңдар. Құрметті туған туыстар, біз өзі Баянбаевтар әулеті 11 Құрманғали мен Рахима ата-апамыздан 11 ұрпақ тараған, сол ұрпақтың балалары міне орталарыңызда тұрған. Мен сол ұрпақтың ең тұңғышы жаңағы Бақытбек ағамның үлкен ағасы Сағынбектің қызы боламын. Енді бауырыма не тілеймін? Тек ең бірінші денсаулық болса, басқасының бәрі болады. Одан кейін екінші арқа сүйер ата-анасы аман болсын. Ағам менен жеңгемнің дені сау болып, балаларының қызықтарын, немере шөберелерінің қызықтарын көріп, ата-апаларының жасамаған жасын осы кісілер жасасын. Тек жақсылықта, қуанышта, дастархан соған ғана жайылсын. Сымбат Айгүл, сендерге бақыт тілеймін. Шаңырақтарың биік, кергілерің кең болсын. Балалы шағалы, үлгілі отбасы болыңдар. Тек жақсылық болсын сендерге. Сымбат Айгүл, шаңырақтарың биік болсын, босағаларың берік болсын. Бақыт берсе, қыстай берсін, қыстай берсе, қыспай берсін. Махаббат берсе, көктемдей берсін, көктемдей берсе, көктей берсін. Денсаулық берсе, жаздай берсін, жаздай берсе, жазбай берсін. Байлық берсе, күздей берсін, күздей берсе, үзбей берсін. Және де бағанадан айтып жатқан тілектердің бәрі бір Алланың құлағына шалынсын. Бақытты болыңдар. Ең бірінші байлық, денсаулық деймін ғой, дендерің сау болсын. Ұзақ ғұмыр сүріңдер. Ата-аналарға қызықты жақтарыңдарды көрсетіңдер. Сол үшін алатындарыңыз алып қойыңдар. Біріншіден ораза айқалы болсын барлықтарыңызға. Барлық тілектер періштенің құлағына шалынсын. Сымбат Айгүл, бақытты болыңдар. Бір-бірлеріңді сыйлап өтіңдер мәңгі. Ата-аналарыңның сыйлы, сүйікті ұлдары, қыздары болыңдар әрқашан. Үбірлі, шүбірлі болыңдар. Келген қонақтар барлықтарыңызға мыңда бір рахмет. Осы тойдың алдында кішкентай бір қысылыстар болып жатты, содан кешірім сұраймыз. Көңіл сыйса бәрі сыйлады. Осы
Ойлаған қонақтардан саны асып кетті, оған біз мың есе мыңда бір қуанып отырмыз барлығымыз. Келгендеріңізге мыңда бір рахмет көп. Ол сыйлағандықтың белгісі барлықта. Рахмет көп, бақытты болыңыздар әрқашанда. Жолдарыңыз ашық болсын, табысты болыңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Көп рахмет. Сымбат Айгүл, көтерген шаңырақтарың биік, босағалары берік болсын, дендерің сау болсын, махаббаттарың мәңгілік болсын, өмірлі шүмірлі болыңдар. Сендерге біздің жолды берсін, бақытты болыңдар. Екі жақтың ата-анасын, туыстарын сыйлап, тату-тәтті өмір сүріңдер. Енді сөз. Ол сымбат інішегің бақытты бол, көтерген шаңырағың өте биік болсын. Шаттығыңның шайқап алмай тұнығын, сен де жаным ойла оның ғұмырын. Сайындала шалқарайдың сияқты, махаббатта ұлан қайырлығын деп Исраил Сапарбай айтпақшы, оны сезімін бағалай біл. Сол жолда құрбан бол, мәңгілік махаббаттарың болсын. Қызымыздың бір шумақ өлеңі бар еді, айтып берем деген. Ренжімесеңіздер, кейінірек бір айтып жатыр. Мамаң бұндай емес, әкең бұндай емес. Кім қайдан шыққан олжақсың ә? Мінекей, бауырлары ақ тілекті арнады. Жүректен шыққан сөздерін арнады. Біз енді бәлештерден ауылдың алтауызы қонаққа де сұраймыз өздеріңізден. Жырдан, әннен, күмбез, биден шашып шашыңыздар. Саулық айтқан қауымға той басталды ауылда, осында үлкен кішіде ағайында бауырда. Тойымыз тойға ұласын, салған әніміз қырассын, сәнім берсін сәкеннің, әнім берсін күдәштің, туысқандар ай. Құтты болсын тойымыз, сәтті болсын ойымыз, баршамызға бақытты, баршамызға шаттықты біз тіледік ай. Гүлдей жайнап ажарың, таусылмасын базанарың, әзілдері жарасар, бүледер мені бажаның. Тойымыз тойға ұласын, салған әніміз қырысын, сәнім берсін сәкеннің, әнім берсін күдәштің, туысқандар ай. Құтты болсын тойымыз, сәтті болсын ойымыз, баршамызға бақытты, баршамызға шаттықты біз тіледік ай. Баршамызға бақытты, баршамызға шаттықты біз тіледік ай. Бақытты болыңдар жандар. Ай, бәрекелді ағайындар, керемет. Айда суратман, өмірім қаққан, сұр шеккесін, мұң төккен аққан, алғап жүріп әнді, жанар жүріп. Биігет, Алла Тағала не берсе де, қайырмен болып қос балапан, аққу мен қаздай жүрсін, жұптарын жазбай жүрсін. Бір Алла панасын берсін, панасын берсе, баласын берсін. Баласын берсе, ер палуан, аңшыл мерген дарасын берсін. Оны асынсаңдар өзім сияқты он шақты қарасын берсін. Иллахи амин, Аллаху акбар. Әмин дейміз. Мінекей, құдамыздың иығына шапан жауып, құдағиға ақ орамалын жауып, бүгінгі кешіміздің әрі қарай көркін қыздырайық. Мінекей, құданың иығына шапанын құндыз біз. Ал құрметті қадірлі қонақтар, дәл үш жерден антракт алаңын бастаймыз. Сіздер үшін 59 минут 59 секундтық антракты. Алтырайық ағайын, антракт алаңы сіздер үшін. Well, I saw a guitar with a long tall salad. You see Mary coming and
Больше одиночества золотой, золотой. Научи меня быть твоей любезной, украшая ночь золото свечей, круга лети снова, золотой, золотой. Я зову тебя ласково, ты ночами ясными, приходи за мной, а под эту ночь нам уже не захочется больше одиночества золотой, золотой. Я зову тебя ласково, и ночами ясными приходи за мной, а под эту ночь нам уже не захочется больше одиночества. Жастардың сұрағы бойынша қайын. Өмірдірек кірген жастар айға шу қайда? Эйда! Она любила кофе в обед, но она хитрая, словно лиса. Меня манили ее глаза, меня манили ее губы. Я ее встретил и замер, меня манили ее руки. До скорой встречи глазами. О боже, мама, мама, я схожу с ума. Голова, о боже, мама, мама, пьяный без вина. Ее улыбка, мама, моя самая. О боже, мама, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама, кругом голова. О боже, мама, мама, пьяный без вина. Ее улыбка, мама. Кружила в танце со мной до утра, что все соседи сходились, меня манили ее губы. Я ее встретил, ее улыбка, мама, кругом голова. О боже, мама, мама, пьяный без вина. Ее улыбка, мама, о боже, мама, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама, мама. Мама, кругом голова. О боже, мама, мама, пьяный без вина. Ее улыбка, мама, моя самая. О боже, мама, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама, кругом голова. О боже, мама, мама, пьяный без вина. Ее улыбка, мама. Ой, бәрекелді достар, келесі биіміз Güneşi bilmez, ayı bilmez, aşk çölünde zalimi kaybım ben. Haykırmaksa aşkı en ayıbı, kullar arasında en ayıbım ben. Ne eser, ne hasar, kaldı inan aşkında. Ne arar, ne sorar, ne tatsız ol.
классный, такая деловая. Он в костюме черном, по уши в нее влюбленный. Белое платье, белые туфли, красный пояс на талии крутит счастьем. Весь зал заполнен, этот день мы все запомним. Бродяга, по жизни холостой, ему не надо. В жизни золотая, это свадьба. Прощай теперь, пока сегодня стала. Ты ему женой, а он бродяга. По жизни холостой, ему не надо. В жизни золотая, это свадьба. Тили тесто, счастливы вечность, будет голову кружит. Танцы весело, друзья веселятся, все близкие здесь, не надо стесняться. С мужем она кружится, ведь мечты должны все сбыться. Бродяга, по жизни холостой, ему не надо. В жизни золотая, это свадьба. Прощай теперь, пока сегодня стала. Ты ему женой, он в жизни золотой, это свадьба. Прощай теперь, пока сегодня стала. Ты ему женой. Пока сегодня стала. Ты ему женой, а он бродяга. По жизни холостой, ему не надо. В жизни золотой, это свадьба. Прощай теперь, пока сегодня стала. Ты ему женой, бродяга. По жизни холостой, ему не надо. В жизни золотой, это свадьба. Прощай теперь, пока сегодня стала. Ты ему женой, а он бродяга. Бәрекелді. Енді достар, келесі биіміз арнайы Астана опера ұжымының атына, Сағиденнің атынан қарсы алыңыздар. Лезгинка. Және де бағанағыдан бетін ашқан бейімбеттің сұрауы бойынша. Әйді.
теперь, пусть без тебя мой мир, ты волшебник из другой планеты. Ты из моей мечты. О, Боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына, и я хочу от тебя дочку. И точка. О, Боже, какая дочку. И точка. Не хватит всех на свете нежных слов, чтобы описать мою любовь. И по ночам не плакать по мелочам. Ты от меня лечишь мою печаль. Знаю я, любовь моя взаимна. Женщина прекрасна, такая любима. Ты волшебник из другой планеты. Ты из моей точка, и точка. О, Боже, Ағайын, баршаларыңызға қайырлы түн дейміз. Дәл осы сәттен бастап біз екінші салтанатты дастарханымызды ашық деп жариялаймыз. Және барша келген қонақтарға айтарымыз, бүгінгі отырыстарыңыз мәнді болсын және сіздерге жұғысты болсын. Алла жазса, дәл осы тойдан кейін тойдың жалғасын сіздердің үйлеріңізде көретін болайық. Сол күнге жетейік деп, біз екінші дастарханымызды дәл бүгінге дейін осы шаңырақтың есігін ашып құда болған үлкен генерал құдаларымыздан Құдаларымыз шыққан екен, бірақ осы үйдің генерал құдасы менмін деп ортаға келген құрметті құда, қош келдіңіз, сіз бастаңыз, көршілер қоштасын. Айналайын, туыстарым, мынау шалқардан келген құда-құдағиларым, осындағы жекжаттарым, балапандарым өсіп келе жатыр. Бұл енді мен өз басымнан кешкенімді айтайын, тіпті бұдан артық қуаныш болуы мүмкін емес. Бұл бір. Егер біз ұрпақты дүниеге әкелсек, соны тәрбиелеп жеткіземіз, енді осыларға ұл ұя қылдыру міндетіміз ғой. Ойлаңыздар. Сондықтан мен бүгін шын айтқанда осындай ұрпағымның өсіп жатқанына, осылардың үй болып жатқанына мақтанам. Менің байлығым, абыройым, мақтанышым барлығы менің бақытым деп есептеймін. Кім болса да түсінеді, бақыт дегеннің бәрін ішіне сыйады. Неге? Менің ұрпағым өсіп жатса, өніп жатса, бұдан артық іштен Құдайдан, Алла тағаладан жаратушы. Ештеңе тілемеймін. Сіздер келісесіздер ме? Сізді танымаймын, кешіріңіз екен. Сондықтан мынандай қуанышта тұрып, кеше мен де көрім қыз бен жігіт сияқты едім. Кеше мен де шаңырақ көтерген сияқты. Бүгін ат-сапқа шығып, немере шөбере сүйіп отырған қарияның қатарына қосылған мен әлі өкінем. Ойлаймын, неге кеше тумадым екен? Жоқ, қуанамын ғой әрине. Болған мен де кішкене. Сондықтан мына құрметті ағайын туысым, бұл менің жүрек жарды қуанышым деп есептеңіздер. Қуансам, шын қуансам, қазақ айтады ғой, шын жылағаның көзінен жас шығады дейді ғой. Сондықтан Құдай тек жылатпасын, осындай қуанышқа кенеле берейік. Балапандарым өсе берсін, өркендей берсін. Соның куәсі болып жүрейік. Солай келісесің бе екен? Не келсең болды, айналайын. Екеуінде жат жұртық баласыңдар ғой. Бірінші рет көрдім. Сондықтан мен енді сеніңіздер, мен шығыстан келгенмін, бөтен кісі емеспін. Менің Айнаш деген келінім бар. Осы мына сіздердің құдағиларыңыздың ең кенже сіңлісі. Бірақ ол балам менің шаңырағым бақ келді, дәулет келді,
бақытты жандардың біріне бізді бәрімізді сондай бір жақсылық кенелтіп жүр. Сондықтан соның куәсі болсын деп бұлай біз негізі жаратылысымызда кішкене ойнап күлгенді жақсы көреміз, көңіл көтергенді жақсы көреміз. Осы екі баланың сондықтан мен бір жас күнімде жақсы көретін Шәмші деген аруағы риза болсын. Жақсы бір көретін әрімді айтайын. Ол осы отырған кемпір шалдың бәрін жүрегі қозғайды. Ол енді дүниеде артық болмайды ғой. Атың кім? Сенің атың кім? Ал басқарушы. Атың кім? Тойдың ортасына келіп танысқанымыз ыңғайсыздау болды, айтып өтейін. Алтаты Әлімнің баласы. Бағанан бері 6 сағат аясында сіздерге қызмет етіп жатқан Мұхамедияр деген ұлыңыз мен болам. Басқыда айта беріңіз. Бағың жанып, жұлдызың жанып. Рахмет сізге. Әдем ақ тілекті арнадыңыз. Енді көршілерге де кезек берейік. Сөйленбесе сөз атасы өледі деген сөз бар. Бір тойда 2 рет микрофон алу асабаға ғана бақытына бұйырған, өйткені асаба $2000 алып тұрды, соны ақтау керек болып тұр. Сіз $2000 беріп жатсыз тойда, 1 рет сөйлегеніңізде жететін сияқты деп асылық айтпай-ақ қояйын. Көршілердің қалып қойғаны бар екен, шақырып алайын ортаға, тұра тұрыңыз. Көршілердің қалып қойғандары бар екен, жаңа мен тек екеуін ғана айтып үлгірдім. Руслан деген көршіміз бар екен, тағы да көршілеріміз бар екен. Сынамайық, тойға келгенде өзіміз дегенде өгіз қара күшіміз бар деп барша көршілер ортаға келейік. Қош келдіңіздер дейміз, қарсы аламыз, барша көршілер. Жаңа басқыда әдемі осы үйдің үлкен құдасы ақ тілектерін айтып жүректен шыққан сөздерін арнап, енді сол сөзді сіздер қорытындылап берсеңіздер. Әйел үйдің киесі, ер азамат үйдің иесі, ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Бүгінгі той құтты болсын. Денсаулық тілеймін. Онда махаббат. Тек жас бақытты болыңыздар. Айман Тәтемна Бақтеға, болып атқан тойларыңыз құтты болсын. Келіп атқан құдаларыңыздың қадамына біліп өтсін дейміз. Сымбат пен Айгүлге шаңырағы биік болып, өмірде бақытты болсын. Айман Тәте, Бақтыбек аға, сіздерге осындай той иелерсіздер, осындай той жасап, бізді сыйлап, көршілер деп шақырып отырғандарыңызға мында бір рахмет. Сымбат, Айгүл, Сымбат өзіміздің ініміздей болып кетті. Бір шаңырақта тұрамыз біз көршілеріміз. Бақытты болыңдар. Шаңырақтарың биік болсын, босағаларың берік болсын. Әрдайымда күліп ойнап жүре беріңіздер. Сіздерге құдаларына жерге келіп жатқан жекжат, жұрат, ағайын, туыс көршілерге қадамдарыңызға гүл бітсін дегім келеді. Әр қайсыларыңыздың отбастарыңызға осындай той бола берсін дегім келеді. Бақытты болыңыздар. Рахмет сіздерге. Мінекей құрметті құдайы көршілер, құрметті қонақтар, айтылған тілектеріңіз Алланың құлағына шалынсын. 40-тың бірі Қыдыр, 1000-ның бірі әулие, 100-дің бірі уәли деген сөз бар мұсылманда. Баршаларыңызға қасиетті айлардың сұлтаны болған қасиетті Рамазан айында бүгін міне соңғы күндерінде жасап жатқан үлкен қуанышты сәттеріңіз құтты болсын дейміз. Ал құрметті көршілер, жақсылап тұрып ортаны толтырып, вальс ырғағында бір билеп алайық. Билемес бұрын мен ортаға жас жұбайларды шақырғым келеді, келіңіздер. Әлі жерге тұра қалыңыз, келіңіз бар. Мақтанарға тұрарлық қалықпыз. Құдайға шүкір, қай нәрседе қазаққа қайырмен беріліп жатыр. Талай жыл аңсаған тәуелсіздікке де қолымыз жеткіздік. Талай бабаларымыздың қанымен сақталып қалған Алтайдан Атырауға дейін созылып жатқан ұлан ғайыр даланың еншісі бізбіз. Сондықтан да осы елдің ұрпағы әрбір жасаған тойларыңыз, қуаныштарыңыз құтты болсын дейміз. Құдайға шүкір, Алтайға бөліп кредитке iPhone алсақ та, автобуспен жүрсек те
қалтамызға iPhone салып жүрген қазақпыз ғой, Құдайға шүкір. Сол iPhone-дарын шығарыңыздаршы қазір қалталарыңыздан. Бар ма телефондарыңыз? Менде бар. Менде кредитке алғанмын. Мына iPhone-ның мынандай функциясы бар, мына жерін ашсаңыздар, мынандай бұл жарқырап жанады өзі. Қазір мейрамхананың жарығы сәл-сәл бәсеңдетілсе, осы жарықтарыңызды қосыңыздар енді, кімде iPhone, кімде Samsung біліп отырайық. Қазір екі жастың алғашқы махаббат вальсіне куә боламыз. Сондықтан да жарықтарыңызды қосыңыздар, бері қарай жұлдызды әлем жасап, жастарымыздың алғашқы биін аялы деп ән шырқайтын Бағдат ұлдарыңызға ұсынамыз. Қабыл алыңыздар. Бейбіттің достарының атынан келесі сәлем сіздер үшін. Ал кеттік. Жаным қарайсың мөлдіреп көз мұншаға, сен ғана айтатын елжіреп сөз аңсады. Ол менің жүрегім мен үшін жайғандай гүледім бақта жаным. Арманым мені аялатады аян, жанымның бағын саян сағынғаным. Арманым мені аялатады аян, жанымның бағын саян сағынғаным. Жүр жауында мен сүймімнің сезімге кір жаудырма. Ол менің жүрегім ағып ұшқан, сол жүрек тапқан біреуін сағыныштан. Жанымның бағын саян сағынғаным. Арманым мені аялатады аян, жанымның бағын саян жаным жаным. Жастар бақытты болсын. Патриарх болсын. Ағай жасар. Ай бәрекелді, сымбаттай бауырымыз, Айгүлдей ханымыз, бақытты болсын. Алланың тазалығына. Арманым мені аялатады аян, жанымның бағын саян сағынғаным. Арманым мені аялатады аян, жанымның бағын саян жаным жаным. Ұлдарыңызбен жалғастырамыз. Зайсандықтардың атынан қателеспесем дұрыс па? Ал кеттік ендеше. Жасасын шығыс дейміз. Көңілдірек!
Ортаға той бастарды алып келетін қызметкерлерге кезек ұсынамыз. Сонымен қазақ салтымен қазір той бастар сіздер үшін. Ұлттық заттарымен береміз. Қалғандары қыздар таратылады. Қыздар мен қыз келіншектерге таратылады. Болды, дәмеленіп қалмаңыздар. Қазаншының еркесінде қайдан құлақ шығарса дейді. Ал құдалар той бастарды қабыл алыңыздар. Қайып жатқан қанатым, батыр халық, ақын халық талабы. Қазағысы өзім сенген адамға, Насыбайға болып берер аман. Қой, дос келді деп жасап жатырмыз той, алғаш рет көріп тұрсың сен оны. Нағыз қазақ осы міне Той бастарда келіп жетті, баршаларыңызға құдаларыңызды қарсы алыңыздар. Сонымен қатарда жаңа құда балалармен, жаңа құдашалар сіздерге де кезек келіп жетті. Үлкен құрметпен қарсы аламыз біз сіздерді. Жаңа құдалар, жаңа құда балалар, құдашалар, жастар ортаға келіп келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Баршаларыңызға сәттілік тілейміз және бүгін құда болып келіп дәл осы шаңырақтан дәм татып, Алла бұйыртқан дәмнен хауыз келгендеріңізге ырзашылығымызды білдіреміз. Ал құдалар сөз кезегі өздеріңізде. Ассалаумағалейкум. Ораке, кем дейсің бұл? Құдай қайда? Ол жоқ па? Ал енді екі жас Сымбат, Айгүл бүгінгі шаңырақ көтерілген тойларымен құттықтаймын сендерді. Екі баратын бақытты болыңдар. Дүмшеліге тойлап жатырмыз. Сіздердің қыздарыңа ортақтасып жатырмыз. Бәріңізге бақыт тілеймін. Сендер де бақытты болыңдар. Ал аса құрметті аса қауым құдалар, қасиетті Рамазан айы барлығыңызға құтты болсын, құт берекесін ала келсін. Осы айда істеген, ұстаған оразаларыңыз, істеген оң істеріңіз, ибадаттарыңыздың бәрі қабыл болып, барлығыңызға сауап болсын. Және де Сымбат бауырым, осы қасиетті айда үлкен жолды бастап атқаның құтты қабыл болсын, өзіңе құт береке әкелсін. Отбасымыздан және осы алдыңа шыққан бар туған туыстарыңыздан үй ішің ауыл аймақ аман болсын деймін. Тыныштық баршамызға осылай заман болсын. Қонағың жақсы көрген осылай жиі келіп, ырзықты дәм тұзыңды әрқашанда татар болсын. Бәрін айт, бұрын айтта бұл жалғанда, ағайын туған туыс жер жақтарың баршасы сау саламат аман болсын деймін. Құрметті құда-құдағилар, қонақтар, біздің міне Сымбат күйеу баламыздың Айгүл екеуінің құрған шаңырақтарына жиналып отырсыздар. Жастар бақытты болсын, құрған шаңырақтары биік, босағалар берік болсын. Өмірде ойлаған армандарына жете берсін. Құда мен құдағиластығының бұл жақсылыққа жайылсын. Айгүл, Сымбат, сендерді үйлену тойларына шын жүректен құттықтаймын. Жолдарың ашық болсын, армандаған армандарың орындала берсін, мақсаттарына жете беріңдер. Сол дүниедегі барлық жақсылық тілеймін. Сол бақытты болыңдар. Шаңырақтарың биік болсын. Ең бастысы аман-аулы қалыпта болыңдар, махаббаттарың жалғаса берсін. Балаларың көп болсын, керегелері кең болсын, денсаулық болсын. Алайгүл Сымбат, үйлер тойларын
берсін, шаңырақтарың биік болсын, ата-аналарың аман болсын, үйлеріңде тек қана құт береке болсын. Эми бақытты болыңдар сөзбен айтқанда. Бақытты болыңдар. Сымбат, Айгүл, не ойлаған тілектеріңді болып орындала берсін. Бақытты болыңдар. Құрметті құдақтайлар, тойларыңыз құтты болсын. Сымбат Айгүл, тікен шаңырақтар биік болсын, босағалар берік болсын, іші толған бала болсын. Тек осы өмірде екеуін қол ұстасып, ұзақ өмір болсын. Сымбат Айгүл, осы үйлену тойларың құтты болсын, тілейтін зор денсаулық, ашық аспан, шаңырақтарың биік болсын, босағаларың берік болсын, бақытты болыңдар. Сымбат Айгүл, сендерді бүгінгі үйлену тойларымен құттықтаймын. Тілейтін зор денсаулық, үй іші жанға толсын, сырттан малға толсын. Ал Сымбат, саған айтатынымыз, саған қарындасымызды тапсырды. Еркелігі көп, енді ренжітпей сол қарындасымызбен бақытты болсын дейміз. Сол бақытты болыңдар. Сымбат, бүгінгі осы айтып отырған тілектерге қосыламын. Сендерге тілейтін әрқашанда жақсылық, денсаулық болса бәрі болады. Неден шаңырақтарың биік болсын, әрқашанда қол ұстатып бірге жүріңдер. Достарың көп болсын, әрқашанда осындай жақсы дастарханда кездесе берейік тек қана. Әке-шешеміз аман болсын, арамызда сол кісілердің арқасы бүгін осындай мол дастарханда кездесіп отырмыз. Неден шын жүрегіммен сендерге бақыт тілеймін. Сымбат, Айгүл, үйлену тойларың құтты болсын. Бақытты болыңдар. Сендерге тілейтін зор денсаулық, ашық аспан, мол бақыт. Бақытты болыңдар. Мінекей құрметті құдалар, ортамызда ақ тілек арнайтындарымыз барлығымыз түгелдерлік айттық қой. Тойға келген кезде қуанышты көңіл күймен қайтқанға не жетсін, тойдың қызығы мен шыжығы аралас болады. Алла адамды жаратса да мінезін ата-анадан, мінезін ортасындағы достарынан берген екен. Алла тек адамды ғана жаратып берді бізге. Сондықтан да барша қуанышқа жиналған ағайын, мінезіміз көркем болсын, күліп жүрейік, көңілді жүрейік. Бір-бірімізді кешіре білейік, кешірімшіл болайық. Барлық осы жерде өтіп жатқан той иелерінің атынан мен осы жерге асабалы қызметі бейбіт досымның атынан келіп отырмын. Сондықтан да артық кем кеткен жеріміз болса, біз сіздерден қай уақытта да кешірім сұрауға дайынбыз. Тек біздің күнәмізді Алла кешірсін деп тілейік. Қасиетті айда жасаған дәл осындай қуанышымыз құтты болсын. Және осы жерде әлемнің алдыңғы қатарлы елдерінде мәдениетімен, сәнінен орын алған Париждің төріне барып, қазақтың қара жорғасын билеп келген ұлымыз бар, құда баламыз бар. Сол құда баламызды ортаға шақырайық. Құрметпен қарсы алайық. Қайда екен? Қазір құдалардың атынан кереметтей сый-сияпат. Мінекей алдарыңызда ұлдарыңыз Францияның төрінде, Парижде қазақтың қара жорғасын өздеріңізге тартып етті. Алдың арысы қазақтың алтын бесік ата жұрты. Біз қазақ деген мол баққан елміз, бірақ ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. Елімізден құт береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын деп, найзаға үкі таққан елміз. Ешбір дұшпан басынбаған елміз, басымыздан сөзді асырмаған елміз, досымызды сақтай білген елміз, ащы тұзын ақтай білген елміз. Әгереки, кімдегі осынау қасиетті жерімізге көз алартып, шырқымызды бұзар болса, өз қанына өзін тұшықтырарымызда біліп қойған абзал. Төсекте басымыз қосылмаса да, төскейде малымыз қосылған, қай көшімізге де айтарымыз осы. Дос болғанға құшақ ашып доспыз, қас қылғанға қиып түсер.
Ал ендеше қара жорғаға жетейік. Шабала құрметтеріңізбен мінекей қазақтың қара жорғасы. Құда балаларыңызға үлкен алғыс білдіреміз. Рахмет сіздерге. Мінекей құда балам, жарайсың. Тек шыңдардан көріне бер. Алғысымыз шексіз, дастархан төріне жақсыласыңыз. Той құтты болсын! Мамырладым гәй бірге Кен ашамау гәй бірге түскендей сенесіңе ерке гәку Қоста босын әуәндей толқан тамау гәку гәй Aralап талай жердің дәмін тартуымды еш бір адам Маманда қоңыр қазай мамырладым гәку гәй Гәку
Kendimizge duhu şabalak. Отыра! Бірге! Мен от лаулаған жандырам жаныңда, сен жоқсың еріткен лебіңмен тәніңді. Серпілсің, серпілсің, жылытқан нұрыңмен жүректің оясын, бағыңа ең сұлу қостарды жиясын. Сайрайсың, жайнайсың, айдында жүзің тербеген толқынмен, сен едің төсіңден көрген сұлуым. Тек мені қиялда, кел жаным ұяла, тек мені қиялда, мені қиялда. Тек мені қиялда, кел жаным ұяла, тек мені қиялда, мені қиялда. Мен тұрмын шөліңді қандырам әніммен, сен сұлу жүректі жаулаған сәніңмен. Дауылмын, жауынмын, шашымды тербеймін, желменен тараймын, ешкімге бермеймін, түйсініп қараймын. Ақ құсың, тәттісің, айдындап жүзіңде. Тек мені қиялда, кел жаным ұяла, тек мені қиялда, мені қиялда. Тек мені қиялда, кел жаным ұяла, тек мені қиялда, мені қиялда. Тек мені, тек мені, тек мені, тек мені, тек мені қиялда, кел жаным ұяла, тек мені қиялда, мені қиялда. Тек мені қиялда, кел жаным ұяла, тек мені қиялда, мені қиялда. Тек мені қиялда, кел жаным ұяла, тек мені қиялда, мені қиялда. Рахмет! Айтылар тілектер Алланың құлағына шалынсын, кезек өздеріңізде. Ассалаумағалейкум, құрметті қауым. Той құтты болсын. Жастар бақытты болсын. Алдарында үлкен ұзақ өмір тұр. Бақытты болсын, дендері сау болсын. Алла жар болсын. Дастархандар әрқашанда жақсылыққа жайып, аталар аман болсын. Ұзақ ғұмыр кешсін, бақыттарын, қызықтарын көрсін. Қауым жиналған қауым қадамдарымыз құтты болсын. Жаңадан келген құдадар қадамдарымызға гүл бітсін. Енді мына 2 жас бақытты болсын, дендері сау болсын. Арқызанның құрған жаңа отаударында босағадар берік, терезелері биік босағадар берік болсын. Дендері сау болсын. 2 жастың ата-анасына жақсы бір қазақтың гүл бір семьясы болсын. Махаббаттары мәнді де сәнді болсын. Енді осы отырған қауым, үлкен қауым, жора жолдастар, туған туысқандар, құда-құдағилар, сіздерге бірінші адамға өмір керек дейді, екінші адамға көңіл керек, үшінші дастархан дейді, төртінші стақан деп, алдарыңызда қыздарыңыздан суды осы 2 баланың бақыты үшін алып қойыңыздар. Ал енді мен айтарым не? Бәрі айтып жатыр. Балалар бақытты болсын енді.
дендері сау болсын. Жолдастарының арасында беделді, жақсылықпен жүрек бәріміз. Ойдағы қырдағы туыстар, құдағы жекжаттар аман болсын. Дендеріне саулық тілеймін енді. Бәрінің дені сау болсын. Құда жекжат барлықтыр. Со, денсаулық тілеймін. Ал Айгүл, Сымбат, көтерген шаңырақтарың биік, босағаларың берік болсын. Өбірінді, шүбірінді болыңдар. Айма мен Бакуштың қуанта беріңдер жақсылықтарыңмен. Енді осы тойға келген қауым бәрлеріңіздер, дендеріңіз сау болып, осындай бала шағаларыңыздың қызығын көріп, осы артымыздағы бала шағаларымыз, ұрпақтарымыз өсе берсін, өне берсін. Заманымыз тыныш, жер анамыз да тыныш болсын, бәрі жақсылық болсын. Сымбат, ұлым, ал енді, бәрі жақсылық тілеймін саған. Мен білесің, не? Мен жолым саған берсін. Келінің осы мен келсемдей болсын. Сыйлап өт сені. Сені сыйлап өтсін. Бакуш, Айман, сендерге де осы міне. Келіндерің, келін таяғынан дейді, аяғынан дейді. Осы үйге бақыт, құт әкесін. Арқадай, ғұмыр жастар ұзақ болып, ылғи қызықтарын көрсете берсін енді. Басқа не деймін. Амин. Болыңыздар. Келесі кереметті ясайманды сіздердің құрметтеріңізге ортаға шығып ақбиге, яғни вальске шақырамыз. Ағалар, жеңгелеріміз ортаға алып шығыңыздар кәнекей. Той қыласын ағайын. Құштарлық сезімімді қалайша тұмшалайын талғайды тылсым белес тоймаймын ынтылып еш қырмызы ару бейнем сүймеуім мүмкін емес жұлдыздар арасында от болып жанасың ба жүректі өртеп алып бақытты боласың ба алаула гүл шырайым жарқылдап жүр жүрегім ерекше ақылдасың несіне қымсынайын махаббат еркін дала ән сазы шертім дала кетпесің дертім дара берсеңші сертім даны жүректі өртеп алып бақытты боласың ба жұлдыздар арасында от болып жанасың ба жүректі өртеп алып бақытты боласың ба шыдатпастан ғашықтық шартым мәлім отына шарпыламын аққуым бір өзіңсің арналған ән қиялым жұлдыздар арасында от болып жанасың ба жүректі өртеп алып
ортада тарқамаңыздар. Келесі ән тағы да сіздер құрметтеріңізге жылдаман көңілден барша достардың құрметіне, Сымбаттың достарының құрметіне, кәнекей жастар ортада табылыңыздар. Мерекелік тортты алып келсек, құрметпен мейрамхана қызметкерлері тортты қабыл алыңыздар сіздер үшін. Мерекелік торт. Мінекей құрметті қонақтар, мерекелік тортта ортаға келіп жетті. Сымбат, кішкене жақындасаң, суретке сәлден келіп. Ер азаматтың жеті қаруының біреуі осы қанжар. Ер азаматқа лайықты дүние. Кім ұстайды екен бірінші? Сымбат, сенімдісің бе? Мынаны ұстасаң, өмір бақи кухнядан шықпайтын боласың сен. Так что, бірінші Айгүл ұстасын. Сен сыртынан көмектес енді. Мерекелік торттың алғашқы бөлігін кесеміз. Қабыл алыңыздар. Сіздер үшін мерекелік торт. Ал Сымбат, Айгүл ортаға келе қойыңыздар, бері қарай келіңіздер. Келіңіздер ортаға. Ортаға келіңіздер. Тек қана жағымды болып жүріңіздер. Мұсылманда сөз бар, әйел мен күйеуі қол ұстасар болса дейді. Майда күнәнің барлығы сол ұстаған қолдан сауылдап жерге төгіледі екен. Ал егерде ері әйелін, не әйелі ерін өз қолымен тамақтандыратын болса, жасалған күнәлардың көпшілігі кешіріледі екен. Сондықтан да қасиетті Рамазан айында бір-бірлерімізге білгенімізді айтып үйретіп тұрайық, білгенімізді көрсетіп жүрейік. Өйткені бұлайда ашуланғанға алғыс айтпаймын, ал күліп жүргенге көп береке берем деген екен. Ал ұрыс шығарғым келіп тұр деген адамдарға сол жыл бойына жазылар тағдырына тек ұрысты ғана бөліп береді екен. Сондықтан да құрметті қонақтар, құрметті тойға жиналған ағайын, қасиетті Рамазан айында бір-бірімізге тек жақсы тілектер тілеп жүрейік. Жақсы дүниелер айтып жүрейік. Біреуді түзетпес бұрын өзімізге қарап, өзімізді түзетуге Алла нәсіп етсін дейміз. Алғашқы торттан бір-бірлеріңізге дәмауыз тигізіңіздер. Қазақта сөз бар, бармақтан бал жалады деген. Ал бармағымыздан бал жалайық ендеше. Бәрекелді. Ал енді дәл қазір ата-аналарымыз ортамызға келіп тұр. Келіңіздер. Сіз ал біз бұлай жасайық. Қазір осы жерде ардақты әжеміз бар екен, ортаға шақырайық. Келіңіз ортаға. Сымбат, өзіңе ұсынамыз. Осы шаңырақтың иесі сенсің енді. Алғашқы дәмді өз туысқандарыңа, бауырларыңа ауыз тигізе қой. Ұлсат сенде. Ұлсатты береміз. Ал бастаңыз. Мінекей ардақты асыл анамыздан бастап жатыр. Бәрекелді, бізге керегі де сол үлкендердің ақ батасы. Мінекей. Ал Айгүл келін, кезек өзіңде. Алғашқы дәмді үлкендерден бастап сынуыңа ұлықсат. Мінекей үлкен көргені көрініп тұр, үлкенімізден бастап дәм ауыз тигізіп жатырмыз. Құрмет көрсетіп отырыңыздар.
өзіміз дегендеріңіз, қуанып отырғандарыңыз, шапалақ ұрып құрмет көрсетіңіздер. Екі жастың қуанышына. Бәрекелді. Бәрекелді. Рахмет. Осы жерде тыңдайтын құлақ болатын болса, үш буынның өкілі тұрсыздар. Ардақтанамыз, үлкен буын тұр. Ортаңғы буын әкелеріміз бен аналарымыз тұр. Кіші буын сіздер тұрсыздар. Сымбат, Алла жазса, әке шешегінің орнында өзің тұруға жазсын, Алла. Сенің орныңда ұлың мен қызың тұрсын. Сол күнге аман есен жетейік. Соған тілекші болайық. Сол сәттеріңіз, сол қуанышты күндеріңіз көп болсын дейміз. Ал ардақтана, сіздің байсалдылығыңызды, сіздің көріпкелдігіңізді осы отырған дүйім жұртқа, жастарға жұғысты етсін дейміз. Ақшаулықты ана көрсем қуанам, самайдағы шашын ақ орамалмен жасырған. Сіздің орамалыңыз жұғысты болсын келіндеріңізге. Мына келіндердің прическаға жіберген 10 мың теңгесінен сіздің басыңыздағы 1000 теңгенің орамалы артығырақ, апа. Орамалыңыз Алланың берген әйел затына тәжі деп жатады. Ендеше Алланың сізге берген тәжі, орамалыңыз кірлемесін. Сіз аман болыңыз дегім келеді. Сізге сәттілік тілейміз. Немере сүйіңіз, шөбере сүйіңіз, бақытты күндеріңіз көп болсын. Рахмет айтамыз, дастархан төрі сіздердікі. Қымбатты тойшыл қауым. Мына бүгінгі ақ дастарханға бәрдеріңіз түгел жиналып, мынандай қуанышты сәтімізді ортақ болып бөлісіп, біріксе қатысып отырғандарыңызға өте қуаныштымын. Рахмет деген үлкен алғыс айтқым келеді. Оразадарыңыз түгел қабыл болып, осы қасиетті айда мына екі балам шаңырақ көтеріп отырғанына, мына бүгінгі театр ұжымына, мына той жүргізіп тұрған тамада балаға, барлығына осы өте бір жақсы атсалысып осындай қуанышымызға ортақтасқандар үшін мың алғыс дегім келеді. Бағанадан бері бір сөз айтқым келіп, толқып кезегім келмей бірталай тостым. Бағана кешірім сұраймыз сіздерден. Тойдың жүйесін, сөз кезегін әрқайсысын рет-ретімен бере алмаған өзіміз кінәліміз. Кішкене тойда біразғандай қателіктер мен кемшіліктер көбірек өтті. Өте көп алдарыңызда кешірім сұраймын. Бар қателік мына той иелерінен болды деп өзімізді кінәлаймын. Бірақ бұл арада ал енді жастарыңыз ұзақ болсын, той болғасан кемшіліксіз болмайды. Бірақ сіздер кемшілік деп кінартқан жоқсыздар. Жүздеріңізде түгел күлкі, қуаныш, мейірлеріңіз таса берсін, көлдей болып шалқи беріңіздер. Мына бір кісідей келіп жиналып осындай қуаныш қызымызға ортақтасқандарыңызға мыңда бір алғыс деп. Енді мен өз осымен мына Айкөміз үшінші келін болғанда менде отбасында ылғи әжедер кездеседі. Сол әжедер құтты аяқ деп ойлаймын. Өйткені бірінші кездескенінде 98 жастағы апамыз жақында дүние салды. Ол бір шаңырағымыздың құт берекесі болған. Одан кейінгі әжеміз 103 жасқа кеп дүние салды. Ол кісі де құт берекелі деп ойлаймын. Енді мына апамызға сол 103 жасты тілеймін құдағиыма. Құдағиым деп айтудың өзі бұл кісі пайғамбар деп есептелінеді. Сол 100-ге жетіңіз, ұжымаққа дейін сүрінбей жетіңіз деп тілек айтамын. Рахмет сізге. Тойды ешкім сынап келмейді еш уақытта. Той халықтың қазынасы. Ол жаңағы рет, кезек дегенді мынау Совет үкіметі кезінде шен-шенімен атақ шекпеніне қарап бөліп алғанбыз ғой. Болмаса қазақтың тойына келген адам той бастарын алып келіп, ниетімен ақ тілегін арнап кетеді. Тойда мен сөйлемедім деген қазақты мен қазақтардың қатарынан көргім келмейді. Сондықтан да намаздың өзі Алланың бұйыртқан ниеттен тұрады.
Бұл тойға келетіндердің барлығы тойға келеміз деп ниеттенді. Сол ниеті қабыл болсын. Сол ниетте барлық дүние. Әйел адамдар көп нәрсені ойлайсыздар, бәрін нанға жаққан майда еттілеріңіз келеді, бірақ Алланың бұйырысы болады. Бүгінгі тойда қабақ шытып ренжіткен бір адамды көрген жоқпыз. Ренжігендер өз алдына ренжи берсін. Бірақ той сіздікі, тойдың иесі сізсіз, тойдың киесі өзіңізсіз. Қала берді ер балаларыңыз, осының бәрін ұйымдастырып жатқан барлық ер балаларыңызға үлкен алғыс білдіреміз. Қай уақытта да еркектің аты еркек, ер баланы намыс етіп туған ана, сіз аман болыңыз дейміз. Сізге бас иеміз, сізге тек бақытты жолдар тілейміз. Осындай қасиетті айда тілектеріңіз қабыл болсын. Құдаларыңыздың өзі жүздері жылы, бұған дейін бұл құдаларыңыздың бір қызын ұзатып, үлкен өмірге қадам бастырып, жаңа құда айтып өтті, егіз құлыншақты дүниеге алып келді деп. Сондықтан мен құдаларыңызды бұрыннан танимын. Құда ренжіп кетті деген әңгімені естімейсіз, оған мен гарант бола аламын сізге. Ал туған туысқан ол сіздікі. Сізді ешкім біреу жамандап жатса, ол сіздің туысқаныңыз емес, значит. Туысқаныңыз мақтайды сізді. Рахмет сіздерге, дастархан төріне жайғасыңыздар. Өтке шығып құда болып жатсыздар, өмір алма кезек. Сондықтан да бұл тостың ерте кеші жоқ, ең бастысы ниеттеріңіз ақ болсын. Сөз кезек өздеріңізде. Ал құрметті асыға көптен көп рахмет, тілек беріп отқандарыңызға. Құрметті қауым, құрметті құдалар, бүгін куә болсыздар, Астана қаласында бүгін міне мереке тойханасында қандай жақсы той өтіп жатыр. Мына екі жастың арқасында екі ауылдың тұрғындары, тек қана екі ауылдың тұрғыны емес, бүгін мына Қазақстан елімізден келген, алыстан жол жүріп келген, ат телеп келген кісілер қонақтар куә болып отыр, шаңырақ құрып жатыр жастар. Сымбат пен Айгүл, өлең етілетіміз тек қана зор денсаулық, ұзақ өмір, ашық аспан, мөлдір махаббат. Тек қана жолдастардың арасында сүйікті адамдар болып, осылай өмір сүре беріңіздер. Айтады ғой, жолдастардың алдында жүрсеңдер көз тиеді, арттан жүрсең сөз тиеді дейді. Ортада жүрсеңдер ештеңеден құрларың қалмайды деп ойлаймын. Жақсы, бақытты, елімізге пайдалы азамат-азаматша болып өсе беріңіздер. Үлкендерге тілейтін ұзақ өмір, осындай қызыққа тоймай, тағы да алла жазса той жазатын болатын тойларға куә бола беріңіздер. Құрметті осы қауымға бәріңізге де рахмет, бәріңізге де үйлеріңізде шаңырақта майлы жайлы дастархан жайыла берсін. Екі жас бақытты болсын, сол үшін көтеріп қойыңыздар. Сымбат Айгүл, тілек көп болмайды әрқашанда. Өмірде бақытты болыңдар, дендері сау болсын, жүректерің таза болсын, көңілдерің бір болсын әрқашанда. Екі жаққа бірдей болыңдар. Рызықты болыңдар, бақытты болыңдар. Құрметті құдалар, сіздер міне Сымбат пен Айгүлдің үлкен той думанын өткізіп жатсыздар. Көптен көп рахмет сіздерге. Осы екі жас бақытты болсын, шаңырақтары биік болсын, өмірлі шүбірлі болып, өмір бақи қол ұстасып, махаббаттары мәңгілік болып өтсін. Құрметті қауым, енді осы екі Сымбат пен Айгүл бақытты болсын, солай денсаулық. Енді осы айтылған тілектерге қосыламын. Тек қана бақытты болды. Сымбат Айгүл, бүгінгі үйлену тойларың әрдайым үйлену тойларың қайырлы болсын. Шаңыраққа батсыңдар, жаңағы әкелерің, әжелерің, әкелерің, жаңағы үлкендер бәрі осы ат салысып жаңағы осы тойды өткізіп нетіп жатыр. Соның енді солардың еңбектері нелері жанатын болсын, ертең сол кісілердің жолын берсін сіздерге. Өмірлі шүбірлі болып, ертең бақытты өмір сүріңдер. Дендерің әрқашан сау болсын, дастархандарың әрқашан мол болсын, шаңырақтарың биік болсын. Сол үшін
алдағы жоспарыңызды айтып қойыңыздар. Айгүл, бақытты болыңдар. Өмірлеріңіз ұзақ болсын. Сізге мөлдір махаббат болсын. Арашылық. Рахмет сіздерге, құрметті құдалар. Тілектеріңіз қабыл болсын. Қай уақытта да жақсылардың Ал қадірлі қонақтар, дәл осы жерде тағы да тілекті өздеріңізбен бірге жалғастырамыз. Ортаға келетін бейбіт жолдасы, Данияр жолдасы, Қайрат жолдасы деп жазылады. Ерік жолдасы. Міне осы кісілерді ортаға шақырамыз. Бірақ бұл кісілер бұл үйге қандай туыс болып келетін әзірге жазылмапты. Бірақ тойға алыс адам келмейді, ет жақыны келеді. Қош келдіңіздер, құрметпен қарсы аламыз. Шын деген сөз бар қазақта. Барша бауырлары, бүгін міне осы тойдың болғанынан болатысы қызық. Сіздерге айтарымыз той қыласын, жұғысты болсын. Алғашқы шыққан өздеріңізден бастайық ақ тілекті. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Енді Сымбат, арасында денден сау отбасынан аман. Бұл өмірдегенде ең бақытты кезде десең бастан өтті деп ойлаймын. Не деймін енді? Бақытты болыңдар енді. Сымбат, Айгүл, бүгінгі заңды некелеріңіз құтты болсын, бақытты болыңыздар. Ораза айының осындай заңды неке құрып, семья құрып жатқандарыңыз қабыл болсын. Бақытты болыңыздар. Айгүл, бақыт тілеймін, дендерің сау болсын, балаларың көп болсын, ақшаларың көп болсын. Бәр тілекке қосыламын айтқандарына. Айман апай, Такуш ағай, осы екі жастың босағасы беріп, шаңырақтары биік болсын, өмірде бақытты болсын, баянды махаббат тілеймін, дендері сау болсын. Сол осы келіп отырған қонақтардың ақ тілектеріне қосыламын. Сол бағайды. Бір үйден бір адам жетеді. Ал енді құрметті қонақтар, құда-құдағилар, мен Сымбаттың танымайтындарыңыз болса, мен Сымбаттың ағасы болам бір жағынан. Бір жағынан досы болам. Туыспыз үшін, бір жерден. Мен атым Манат болады, Бейбіттің кластасымын ағасының. Сол Сымбат, келін бала енді екеуің көтерген шаңырақтарың биік болсын, керегелерің кең болсын. Төрт терезелерің тең болып, бір-біріңді сыйлаңдар. Бір-біріңді сыйласаңдар, бәрі сендерді сыйлайтын болады. Бақытты болыңдар. Не дейміз енді? Балалы шағалы болып, үлкен отау иегерлері болып отырыңдар. Сол енді бақытты болыңдар. Құрметті Сымбат, Айгүл, құрған шаңырақтары биік болсын. Біз енді Бейбітпен бірге жұмыс істейміз, Сымбат бәріміз бірге жұмыс істейміз. Әрі жерлеспіз өзіміз. Кластасы секті болады. Осындай міне бүгінгі көңілді тұсыңдар ғой, Сымбат. Сондай көңілді өмірліктеріңізге тілеймін, әрқашанда дастархандарыңыз мол болсын. Тыныш болып қалды ғой мен сөйлеген кезде. Ат-байлар бір үлкен үйге айналуларыңа тілектеспін. Үйлерінде әрқашан қонақ іздемесін, жақсылық көп болсын. Осындай Қазақстанның үлгілі семьяларының бірі болуға тілектеспін. Барша бауырлары, әсіресе мәкеңді көріп қонып қалдық бүгін. Сәттілік тілейміз, тойларыңыз құтты болсын.
тойға ұласып жұғысты болсын дейміз. Барша ниет тілектеріңіз қабыл болсын. Билетті дәл осы жерде келіп, барша өнерін көрсетіп жатқан әріптестерге кезек ұсынамыз. Сонымен әріптестер Астана опера театры. Сонымен достары Асылхан Олжас бастаған барша достарын ортаға шақырамыз. Жастар, әріптестер, қош келдіңіздер. Кеттік ендеше. Третий звонок пролетел, ребята. Үшінші звонок соғылды. Барлығымыз өзіміздің орнымызда. А вот именно балеттің стариктері, не знаю, сендерді не знаю. Мен сендерді жұмысқа қабылдағанда Құдайға шүкір, анау қарындарың жоқ сияқты ғой, не болып кеткенсіңдер? Пенсияға бірден кетіп қалыпсыңдар ғой. Ал құрметті қонақтар, дәл осы жерде баршаларыңызға көтеріңкі көңіл күйді сыйлап, бүгінгі осындай үлкен тойды жасап жатқан сымбат әріптестеріңізге, бейбіт әріптестеріңе үлкен Алланың нұры жаусын дейміз. Сыйлап келген сіздерге үлкен рахмет. Алтын уақыттарыңызды бөліп келген. Жақсы күндерде жолығайық, жақсы күндеріңіз көп болсын. Мына тұрған 40 адамның барлығы сөйлесе, білмеймін, бір 80 минутқа жет шығар, бірақ енді жиналыстың өзі 5 минутка деп аталады ғой культурада. Бір үйден бір адам, бір труппадан бір адам. Ал кеттік, үлкеніміз бастайық. Ассалаумағалейкум. Мен айтатын болсам, не айтамын сендерге? ОМС деген бізде отдел бар. ОМС. Бұл Сымбат жақсы біледі. Біздің Сымбат деген қамқоршымыз, тілегіміз, бауырымыз, ініміз. Ал енді бір ауыздан осы коллективтің атынан айтайын деген сөзім бар еді. Алдында тостық, ішпей, жемей деген сияқты кішкене жүгіріп ішіп алдық. Содан кейін тіліміз күрмеліп тұр. Оны жасырмаймын. Ал енді не айтайын саған? Мен жастардың атынан айтатыным қазір суға берген. Ораза айтама, біреу айтар. Мен саған айтамын. Тыңдаймыз. Мен айтатыным махаббатты сыйлаңдар. Махаббат деген ол биік, шың. Махаббатқа жеткенде бар, жетпегенде бар. Махаббат сүюдің өзі, ләззаттың өзі махаббаттан басталады. Соған, сол махаббаттың ләззаты мен сүйіншісі болып, тірегі болып, шаңырақтың биігі болып. Осы біздің ортамыздың сыйлы азаматы болып, құрметті ер жігіті болып жүре бер. Хоу! Қонақтар төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Сымбат Айгүл заңды некелерің құтты болсын. Шаңырақтарың биік болсын, іші толған бала шаға болсын. Сымбат Айгүлге бұл сыйласын, Айгүл Сымбатқа ол сыйла. Екеуің бақытты болыңдар. Ассалаумағалейкум, құрметті қауым. Бүгін біздің театрымыздан ұжымыздан тілек айтамыз. Сымбат бауырым, осы бүгінгі ораза айт қабыл болсын, мерекелерің құтты болсын, шаңырағың берік болсын деймін, махаббаттарың мәңгі болсын, ешқашан жүздерінен күлкі етпесін, үбірлі шүбірлі болып, бала-шағаларыңның қызын көріп, ата-аналарыңның өздерінің үмітін ақтап,
алла уақытта тек қуанышты кездесуге Алла нәсіп етсін. Өзім атынан, ұжымның атынан бәрімізден ұсыныс жасап жатыр. Өзімнен екі ән айтып, сіздерге ұсынып беремін. Құрметті қонақтар, Сымбат Айгүл, құрып отқан шаңырақтарың биік болсын, отбасыларың аман, осылай бақытты болып, сау болыңдар. Ақ тілек тілейміз. Сымбат, я хочу тебя поздравить с нами, твою жену. Я красиво говорить не умею, но я скажу, что твоя жена очень повезло, потому что я тебя знаю, я тебя принимал на работу, я с тобой работал, ты честный человек, трудолюбивый, целеустремленный, достойно жить счастливо. Я желаю вам, вашей молодой семье, чтобы вы были счастливы. Говорю я это все от нашего общего коллектива, от ребят, от нас, от нашего коллектива. Небольшой взнос ваш. Маленький бюджет, начало вашего совместного бюджета. Желаю вам, в общем, счастья, здоровья, процветания вашей молодой семьи. Все, что я хотел сказать. Сымбат, біздің жиған тегеніміз бар. Жиған тегеніміз көп тұрсы ғой, жиған тегеніміз бар. Ол сізге қолыңызға тиеді. Ал енді бір өлең айтып жіберейік. Да? Давай, жоқ, жай өлең айтамыз. Бір жоқ. Келіңіз, біз сізді үлкен құрметпен ортаға шақырамыз. Әуел тосты аяқтайық, содан кейін әнге де, биге де, таңға дейін уақыт бар. Бір шумақ әнмен, бір один куплет. Бірін бірі көргенде алғашқы рет, көп қарайды сарымды ұғыншы деп, қалқатайын аймалап күйеу жігіт, қалыңдық топ күнәсіз күлімсіреп, сендерге әрдайым орын бар, ақ отау төріне қоным бар, ақ тілек батамыз мереке, бақытты болыңдар, болыңдар, сендерге әрдайым орын бар, ақ отау төріне қоныңдар, ақ тілек батамыз мереке, бақытты болыңдар, болыңдар. Рахмет сіздерге. Ал енді мына жерде бишілер бар. Мен пенсияға шығарған, бірақ бұларды білмеймін, сіздерді шығарды ма? Мен шығарып берген баяғыда пенсияға. Мынау біріншісі. Артур қайда? Жоқ па? Әрі түрі кім деген осы жерде тағы біреуіміз бар. Ортаға келіңіздер. Мен үшін пенсияға шыққан, сіздер үшін балетте тек қана бірінші партияларды орындайтын менің ең жақын достарым. Астанаға келгенде 13 жыл бұрын осылармен күнді атқызып, осылармен күнді батыратын бейбіт Атаман болатын ол кезде. Бірақ бейбіт кішірейіп қалыпты. Сымбат Айгүл, шын жүректен той мерекені құттықтаймын. Өмірде ойнап күліп жүре беріңдер. Құрметті қауым, біз есім Думан, Мөлдір екеуміз Айгүлдің жағынан келіп отыр. Не дейін екі жас жұбайға? Осы қасиетті Рамазан айында құрып отырған шаңырақтарың берік болсын, жұптарың жарасып, апа-дем болып тұрсыңдар, осылай өмір толқынында осылай қос аққудай жүзіп мәңгі жүре беріңдер, сезімдерің берік болып, сенімге адал болып,
не дейін, сымбатты міне бүгін танысып отырмын бірінші күні. Осындай айдай сұлу гүлдей жайнаған Айгүл есімді бақыт құсын қолыңа қондырып отырсын. Сол күніңмен құттықтаймын. Айгүлге айтарым, сымбат есімді ер жігіт азамат, өмірлік серігіңді таптың. Екеуің қуаныштарыңа ортақпын. Махаббаттарың мәңгілік болсын. Баянды ғұмыр кешіңдер бірге. Ал құрметті қонақтар, құрметті ата-аналар, сіздерді осындай қуанышты күнмен құттықтаймын. Сымбат пен Айгүлдің бастарын қосылып, сіздерге тілейтінім тек қана ақ жол, өмірлеріңізден сақылды ұзақ болсын, аспан сақылды ашық болсын, көк желдей, көк жасыл желдей өмірлерінің құлпырып, көңілді болсын, тек қана биік шыңдардан көріне беріңдер. Ақ жол сіздерге тілеймін, бақытты болыңыздар. Сымбат келін, аяқты екеу, қолды екеу, көз жанар нолды екеу, екеу қаста, құлақта, жүрек жалғыз бірақта дейді. Сондықтан да сол жүрек естісем де білебізін, іздейді екен егізін дейді. Сымбат мен өз жүрегінің егізін таптым деп ойлаймын. Түрлеріне қарасам, шын сүйгендер бір-біріне қатты ұқсайды дейді ғой. Түрлеріне қарасам, егіз аға, біреу ағасы, біреу қарындасы сияқты, мұржына деп айтпайсың. Сондықтан жақсы парлардың бірі боласыңдар деп ойлаймын. Тойдың да датасын бекер дайында жақсы тауыпсыңдар ораза кезінде. Алла тағаланың құлағына шалынып, болашақта ең бақытты, ең мықты, бай, қуатты сондай қоралары малға толы, ақшалар, қалталарын пұлға толы сондай балалы, үбірлі, шүбірлі, сондай үлкен жанұя болыңдар. 7-8 баланың ата-анасы болып, кішкентай сымбат жігіттер дүниеге әкеле беріңдер. Аумин деп қойсаңдаршы. Сол не айтты, мен Тұрсынбек айтпақшы, қай жастағылар қандай тос айтады дейді ғой. Біз 25 пен 35 жастағы арасындағы айтатын тостарымызда біреуін ұрысқан кезде біреуін демей тұра қалыңдар да, сонда бақытты семья боласыңдар. Мынау сол біздің кішігірім достардың атынан Аягөзден, Жарманның, Қызылорданың, Алматыдан келген достардың атынан кішігірім сыйлық. Ал сымбат, подарок екен қарайсың. Бізге қарасың. Нағылдыңыз, Алматыдан 3-4 бала екенбіз. Сымбаттың тойы деп, Айгүл екен бақытты болыңдар, керегелерің кең, шаңырақтарың биік болсын. Жұмыстарың алға бассын, ата енелеріңе үлкен құрмет көрсетіңдер. Біз енді жаңағы қол шоқпар деймін, не дейді жаңағы той болса шаба береміз ғой жан-жаққа. Сол сияқты тілектерін тілеп, бақыт тілеймін сендерге. Бақытты болыңдар болсын бізде. Аман болайық. Рахмет. Ал құрметті достары, әріптестері, бірге жүрген достары, баршаларыңызға тек қана жақсы күндерде жолығайық дегім келеді. Жақсы күндерде бүгін жаңа соңынан ақ тілек айтқан достар айтты. Алматыдан біраз жігіттер келіп, өзіміздің тілек ниетімізді Сымбатқа білдіріп жатырмыз деп. Құрметті құдалар, күйеу балаларыңыздың дәл осындай өз ортасында сыйлы екенін тағы да бір көз жеткіздіңіздер. Аягөз бар, Жарма бар, Қызылорда деген кезде жүрегім жарылып кете жаздады. Алматы бар, Қазақстанның түкпір-түкпірін жинаған опера және балет театры бар ортамызда. Барша қазақ елі аман болыңыздар дейміз. Сендерге әрдайым орын бар деп ән шырқайық. Сіздер үшін махаббат бием қабыл Екі жас бақытты болсын. Манат ағамыздың Айгерді жеңгеміз атынан қабыл алыңыздар. Сымбат бақытты болсын. Ақ
айында төгіліп нұр шашады алаңқайда хош иіс гүл басады алақанға қондырып алсаң өзің жас жұбайлар арасып сырласып сендерге әрдайым орын бар ақ отау төріне қолың бар мақтылық батамыз күндегі бақытты болыңдар болыңдар көргендей алғашқы рет көп қарайды сырымды ұғыншы деп қалқатайып аймалап күйеу жүрген табындықты күнәсіз күлімсіреп сендерге әрдайым орын бар ақтау төрінде қолыңдар ақ тілек батамыз күндегі бақытты болыңдар болыңдар сендерге әрдайым орын бар ақтау төрінде қолыңдар ақ тілек батамыз күндегі. Құрметті қонақтар, осымен әрине Үміт пен Әйгеріне аға жеңгемнің тойында танысқан болатынбыз. Сол тойда білесіз ба, Сымбат аға? Мас болып келіп едіңіз ғой. Сол той жұғысы болды мінекей. Екінің арасында бақытты болып жатсыздар. Бақытты болыңыздар. Енді тілейміз. Барлықтарыңызға бақыт, аспанымыз ашық, іргеміз тыныш болсын. Және де бір шаңырақ көтеріп отырған екі баланың махаббаттары баянды болсын деп тілеймін. Қымбатты астаналық тойшыл қауым, жан-жақтан келген, Алматыдан келген, Зайсан өңірінен келген, менің туған жерім Зайсанымнан келген, құрметтеп өстіп, ақ жүректеріңмен жарылып, бүкіл жер түкпір-түкпірден келген ағайын, туыс туғандарға мыңда бір алғыс. Тойшылап келгендеріңіз үшін қадамдарыңызға гүл бітсін, сапарларыңыз сәтті болсын. Астана мен Қазақстанымыздың жүрегі жан-жаққа қаншалықты алыс болса, соншалықты жақын, өйткені бірге туғанбыз, бірге тумақ болсақ та, бірге жүрмек жоқ деген, бірге туғандарымызды көріп, осындай Айко мен Сымбатымның арқасында бүкіл туғанымды, бүкіл Құдай қосқан құдағи мен құдаларымды көріп, бүгін бұл мықты бір мереке ресторанына сыймай кеттім десем де болады. Сіздердің құрметтеріңізге әсем ән. Той базар, тойлай келдім ау. Той боларын аулыңда, ойлай келдім құрбым ай. Той боларын аулыңда, білгеннен соң ай. Құрбы құрдас қасыма, жинай келдім құрбым ай. Қырға барсам қой семіз, ойға барсам той деңіз. Қайта айланып келмейтін қайран жастық 18. Қырға барсам қой семіз, ойға барсам той деңіз. Қайта айланып келмейтін қайран жастық 18. Той базар, тойлай келдім ау. Құрбы құрдас қасыма, жинай келдім құрбым ай. Той боларын аулыңда, білгеннен соң ай. Атам түйе мойнына, мініп келдім құрбым ай. Қырға барсам қой семіз, ойға барсам той деңіз. Қайта айланып келмейтін қайран жастық 18.
Су ағады арықтан, қыз қарайды жабықтан, сүйер едім бетіңнен, үй аламын халықтан. Қырға барсам қой семіз, ойға барсам той деңіз, қайта айланып келмейтін қайран жастығын сені. Рахмет сізге. Мінекей мынандай жүрегі дархан анадан дүниеге келген ұрпақ қуаныштарыңыз құтты болсын дейміз. Барша құдалар, құрметті қонақтар, бүгін міне сіз болып, біз болып 30 күн ойын, 40 күн тойын жасап, несібемізге бұйырған тойды атқардық. Барлығы сіздердің ниеттеріңіздің арқасында. Ал қадірлі құдалар, ендігі жерде арамызда жорға да, дорба да, зорға да жүрмей ақ қойсын, тек бір-бірімізге сыйласқан барып келімізбен құдалығымыз ұзағынан болсын дейміз. Бір-біріміздің қуанышымызға, бір-біріміздің жақсылығымызға ғана бөлісіп келейік. Қадірлі алыстан атарылтып келген ағайын, құрметті бүгінгі тойдың жақсылары мен жайсаңдары, сіздерге айтарымыз, тойларыңыз құтты болсын. Той болып өтті. Той өз қызығымен өтті. Той есте қалардай болып өтті. Бұның барлығы сіздердің шын көңілмен бүгінгі ұлларыңыз бен қыздарыңызға тілеген ізгі тілектеріңіз. Қасиетті айда тілеген тілектеріңіз қабыл болсын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өзі айтқан екен, қадір түні соңғы оразаның 10 түнінен іздеңдер деп. Мүмкін бүгінгі тілегіміз сол қадір түніне келіп түскенде шығар. Сондықтан да тілектің барлығы қабыл болсын дейміз. Ендігі жерде екі жас сендер үшін қаншама тілек айтылды, сендер үшін қаншама дастархан жайылды, сендер үшін қанша қонақ келді осы жерге. Барлығы сендердің несібелерің. Ендігі жерде үй болып кетуде, үйді гүлге айналдыруда өздеріңіздің қолдарыңызда. Сіздердің жақсы күндеріңіз көп болсын дейміз. Ал ардақты әке, соңғы батаны өзіңіз беріңіз. Сонымен біз де тойды қорытындылаймыз. Әлі Құдай оңдасын, Қыдыр ата қолдасын. Қыдыр ата қолдасын. Не тілеген тілек қабыл болып, аспанның ашық, іргеміз тыныш болсын. Осы шаңырақ көтерген екі балам бақытты да баянды өмір сүрсін. Аллах акбар. Рахмет сізге. Сіздің байсалдылығыңыз бен сіздің сабырлығыңызды құлдарыңызға берсін дейміз. Ал қадірлі көпшілік, ардақты ағайын, жақсы болдық, жақсы отырдық, қуанышты күндерде отырдық. Ендігі жерде жақсы сәттерде 9 ай 10 күннен кейін осы үйдегі шілдехана тойында тілдесіп жүздесетін болайық. Аман болыңыздар. Мен сіздермен қазір қоштасқаныммен әр таңда ұлттың үн жариясы Қазақ радиосынан қайырлы таң деп оятатын болайын сіздерді. Аман болыңыздар. Жақсы күндерде жолыққанша сау болыңыздар. Келіннің өтініші, айып етпеңіздер. Келіңіздер, қыздар. Барша қыздар, арулар, ортаға келіңіздер. Келіп болдық па? Қалай саламыз ау деймін, Гүлдар. Келін, қалай ойлайсыз? Басқа қыз шыққан жоқ. Келістік па? Мінекей. Бармыз ба? Түк, сіздер ойланып жетем дегенше лақтыра жаздадық. Алмағын қараңыз. Бұрмаймыз, түзу жібереміз. 1, 2, 3. Ал кеттік ендеше, бәрекелді. Антракта, ал тұрайық ағайын.